Сәлем достар, эфирде ғибрат бағдарламасы. Бүгін біз қазақ елін әлемге танытқан Димаш ағамыздың ата-анасы. Қош келдіңіздер мектепке. Қош көрдік. Рахмет, қош көрдік. Біздің мектеп сіздерге ұнап жатыр ма? Өте ұнап жатыр, керемет мектептің іші. Мектептерің өте әдемі, мұғалімдеріңіз, балаларыңыз барлығы сондай иман жүзді, күлімдеп тұрған, білімнің нәрінен сусындаған керемет жандар екендігін көріп тұрмыз, соған қуанып тұрмыз. Біз осы бағдарламаны оқушылар болып түсіреміз. Димаш қандай оқушы болды? Димаш қандай оқушы болды? Димаш енді ол сабағын өте жақсы оқыды. Ақтөбе қаласындағы жалпы Қазақстан бойынша ең алғаш ашылған тұңғыш қазақ гимназиясы біздің Ақтөбе қаласында ашылған. Сол номер 32-ші мектеп гимназияда оқыды. Өте жақсы оқыды. Өнерге, білімге бәріне құштар болды. Мектептің ішіндегі шаралардың барлығына қатысады. Біз бұл бағдарламада кітап талқылайтын болғандықтан Димаштың оқушы кезіндегі қандай сүйікті кітап болған еді? Димаштың ең сүйікті кітабы менің атым Қожа болатынды. Бердібек Соқпақбаевтың сол кітапты сүйсініп оқып, басқа да кітаптар оқыды ғой. Бірақ сол кітапты жақсы көріп, әлі күнге дейін соның ішіндегі әрбір фразаларын еске салып отырады. Өзі де шамалы әзілге бейімдеу адам. Сондықтан менің атым Қожа, менің есімде қалған кітап, соны жақсы көреді. Сіздер оқушыларға қандай кітап оқуға кеңес берер едіңіздер? Балалар енді көп кітап оқыған жақсы ғой. Енді сіздер енді Абайдың өлеңдерін жатқа біледі екенсіздер. Жалпы өлең әлемі, проза әлемі әрқайсысы өзінше бір тұңғиық. Сондықтан Абайдың өлеңі терең философияға жетелейтін болса, сонымен қатар балалар Мұқағалидың кітабын, қазіргі буыннан мысалы Қалқаман Сариннің кітабын, сонымен қатар Бауыржан Бабажанұлы, Маралтай Райымбергеновтың кітаптарын оқса екен деген ниетім бар өлеңдерден. Ал жаңағы үлкен көлемді шығармалардан қарайтын болсақ, Мұхтар Мағауинді, Дулат Исабековті, тағы да басқа қазақтың керемет жазушы ақындарының дүниелерін оқып, бойына тоқса екен деген ниетім бар. Шкетапан кімді айтасың? Балалар әдебиетін көбірек оқу керек. Кәдімгі біздің қазақтың балалар әдебиеті өте мықты. Біз кішкентай кезімізде соның бәрін оқып өстік. Менің бала кезімдегі өте бір көңіліме ерекше бір әсер қалдырған қазіргі заманғы балалар жазушысы Айгүл Жетібаева болу керек. Фамилиясы балалық шаққа саяхат деген кітап бар. Осы кітапты оқуға барлық балаларға кеңес беремін. Ол деген кәдімгідей бір шым шытырман уақиғаға толы сондай әдемі жаңағы кітап. Соны оқыңыздар деп айтқым келеді. 7-ші құрлыққа саяхат. Сұхбаттарыңызға рахмет. Міндетті түрде осы кітаптарды оқимыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сұхбатымыз аяқталды. Жақсы